Мен Ыбырай Алтынсарин ауылдық орта мектебінің 6 А сынып оқушысы Сейтқали Альбина. Абай Құнанбаев бірінші қара сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік, қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын білдік. Бәрі қошылық екенін көрдік. Енді қалған аз ғана өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз, соны таба алмай өзімде қайрамын. Ел бағу. Жоқ елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамыз демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу. Жоқ баға алмаймын. Балалар өздеріне керегенше өздері бағар. Енді қартайғанда қызың өзін түгел көре алмайтұғын, ұры, залым, келімсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу. Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретесің, білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсіз кезде мені жайып салып отырғаның не пайдасы бар? Мұңдасып жер тарқастырар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйіп. Мұнда да ермек қыла алмадым. Софылық қылып дін бағу. Жоқ, ол да болмайды, оған да тыныштық керек. Не көрген күніңде, не көңіліңде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу. Жоқ, бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не бол деп бағамын, қай елге қосайын, қай харекетке қосайын. Балаларымның өзіне ілгері өмірдің, білімнің пайдасын айтарлықпенен татарлықтай орын тапқаным жоқ. Не бол деп бағамын, мұны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселердің барлығын қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Егер де кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Абай Құнанбаев 31-ші қара сөз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Тұшынып, ынтаменен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселдері нәрселерден аулақ болу керек. Ой кеселдері, уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Осы 4 нәрсе күллі ақыл менен білімді тоздыратығын нәрселер.